Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай көкөністерден жасалған өте жеңіл кешкі ас дайындаймыз. Ол үшін біз алдымен етімізді ұсақтап кесеміз. Мен сиыр етін алдым және оны ұзынша етіп кестім. Одан кейін етімізді орташа қызып тұрған майда қуырамыз. Үстіне сарымсақ және де зімбір салып, одан кейін пиязымызбен жақсылап бұқтырамыз. Ет бұқтырылып жатқан кезде көкөністерімізді кесе береміз. Алдымен мен брокколиді кесіп алдым. Одан кейін кинза және укроп кестім. Одан кейін стручковый фасоль тазаладым. Оны екі шетіндегі артық жерін алып тастап, ортасын бірнеше бөліктерге бөлдім. 3-ке немесе 4-ке бөлемін. Брокколи және стручковый фасоль деген сияқты көкөністерді алдын ала суда қайнатудың қажеті жоқ. Себебі біз барлық көкөністерімізді аз уақыт пісіретін боламыз. Сондықтан ол туралы уайымдамаңыздар. Енді етімізге тұз қосамыз. Одан кейін 40 қабат, яғни капуста, тәтті бұрыш, стручковая фасоль, брокколимізді қосып, оның үстіне соя тұздығын және де томат пастасын салдым. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Және де оның үстіне қызанақ, аскөк салып, сәл бұқтырылғаннан кейін үстіне балғын қиярымызды, яғни свежий қиярларымызды саламыз. Көкөністер қатты пісіп кетпеуі қажет, сондықтан бұл тағам өте тез дайындалады. Көкөністердің пісуінің барлық уақыты 5 минут қана алады. Гарнирге қарақұмық алдым. Одан кейін үстіне осылай подливамызды құямыз. Және де біздің кешкі асымыз дайын. Бұл тағам өте жеңіл, өте дәмді. Сондықтан жасап көріңіздер. Каналыма жазылып лайк қоюды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға ас болсын.